Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жылдам дайындалатын тойымды баклажаннан керемет бір тіске басар дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге баклажан керек болады. Алдын ала жуып тазалап алған баклажанымызды осылай жалпақ етіп, жұқалап, турап дайындап аламыз. Өте қалың болып кетуге болмайды. Осындай көлемде барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Енді бізге 2 жұмыртқа керек болады. Оған жарты шай қасық тұзымызды салып, толықтай араластырамыз. Және де бізге құрғақ ұн, және де осындай панировочный сухарики керек болады. Мінекей достар, жаңа ғана турап дайындап алған баклажанымызды ең бірінші құрғақ ұнға салып, содан кейін жұмыртқаға малып, сосын ең соңында осындай панировочный сухарикімізге араластырып, қуыруға дайындаймыз. Видеода түсінікті деп ойлаймын. Ең бірінші міндетті түрде құрғақ ұнымызға араластырамыз, содан кейін барып жұмыртқаға. Тура осы видеодағыдай барлық баклажандарымызды дайындап аламыз. Мінекей достар, баклажандарымызды дайындап алдық. Енді бұны алдын ала қыздырып қойған майымызға қуырамыз. Майымыз бастапқыда қатты қызып тұрмауы керек, содан кейін барып ақырындап қызуын көтереміз. Бастапқыда сала қалған кезде баклажанымыз күйіп кетпеуі керек. Тура осылай екі жағын кезекпе-кезек аудара отырып, екі жағын бірдей етіп қуырып аламыз. Мінекей достар, біздің баклажандарымыз пісті. Енді майымыздан сүзіп, майын сорғыта отырып сүзіп аламыз. Енді ортасын салатын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге чеснок керек болады. Ең басты чеснокты ұсақтап, турап, майонезге араластырамыз осылай. Енді осылай жаңағы қуырып алған баклажандарымыздың бетіне осылай жағып, үстіне мен шпинат салдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша салатный лист салсаңыз да болады, укроп салсаңыз да болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша мен шпинат салдым. Тура осылай барлық баклажандарымызды, барлық рулеттерімізді орап дайындаймыз. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің баклажаннан жасаған рулеттеріміз дайын болды. Жасау жолы өте қарапайым, жылдам дайындалады. Осы рецепт арқылы міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Егер сізге рецепт ұнаған болса, немесе осы видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.